Kolaylık gel palvan. Az bak. Palvan taşlayıp gel. Kılıç palvan. Bismillahirrahmanirrahim. Туғандар, ассалаумалейкум. Бұл жақ Бекмырзаке. Ақбата. Не деген айлы, ләка? Кичи бүргөнді шәлпә айлы. Бұл атты жайында дағы бір тарттық әлі. Азыр бұна дағы ақша керек дейді. Сатылыш керек. Туғандар, ат жақшат. Оның атасы дағы жақшат болған. Өзбекстанға сатылған ұшыл жерделі Ермек Палбандың аты болған. Азыр Бекмырза әкем өзі ат жөнінде малыматын берсін. Аттың бойы 1.65 кен. Бірақ 1.60-ына жооп берем, қалғаны подарка дейді. Ассаламалейкум. Алейкум ассалам. Сен түрі кел. Келдік. Тыншсыз ба? Атты бағып атасыз ба? Иншалла, Алла қолдан келгенше. Алла қатырғанша бағып атабыз. Жақсы. Бұл ат менен эми өзіңіз таныштырың. Жашы қанша болды? Қайсыл линия, қандай жарап атат, игіліктері туралы? Линиясы ханға барып тақалады. Ахмат акеге барып тақалады. 5 жығаштағы. Мұны Ленскийде. 5 жығаш. 5 жығаштағы Ахмат акенің ханына барып тақалады түгі. Мұны мен тайынды алғам да. Ермек акенің қоросынан алғам. Ушул жердегі? Жердегі Ермек Палбан Ажакадан алғам. Ажаканың Ақыл чабат, Әвәзбек чабат, Қылыш чабат, 3 палбанын ұшы Ермеканың балдары чабат атады. Ушул атты? Ушу атты. Барған жерден құр келген жоқ, құда қаласа Алла нәсіп қылғанын алып келетады. Бұл әлі, жандық әлі алып келетады. Анан негізгісі ат жашы 2 асый. 2 асый, 5 жашта. Bir қол бағып келетасыз? Тайындан келген ошон моден қолымда, мен қолымда келетады. Бұның атасы дағы жақшы жарап Өзбекстанға сатылған деп айтқансыз да? $10,000 сатқан. Ермеканың баласы Ақылбекті сатқан. Ал уақытта доллардағы күшті өчі миллион болған дедіңіз бе? Азыр $10,000 миллионға жетпей қалса керек. Эми ошоны тегереге. Жақшы. Атты алам деген адам улақа чабып сынап алса болот, а? Болот. Ат азыркы күндө даяр. Гарантия улағы менен. Мына жооп берет туғандар. Мына кыргыз жылкынын чоңу. Эми бою 1.60-тын өйдөсү, бирок 1.60-ка тартып ала бересиңер. Башканы подарка экен. Аттын кабагы. Оригинал хандын дагы ушундай кашкасы бар эле. Жакагадагы какын дагы ушундай кашкасы бар. Мунун атасы Жанибек Түрк дегенден алып келген да. Акыл. Ермек алып келген. Ошо айгыр койгондо ошонун акыркы баласын мен алгам. Ал өзү бул өрөндө канча жыл жүрдү бунун атасы? 5 жыл, 6 жыл жүрдү. Убакта чабылып жүргөн жеринен кеткен. Ермек оригинал аттын бирөөсү очо да, Ермек ошон алып келген аты. Ал Ермек акабыз Өзбекстанда да палбандар көп таанийт. Убагында Өзбекстанда катты чабышты булар, Кошу палбан, Ермек палбан. Ушундай маалымат. Аттын кабагы, мойну, көкүрөгү, буттары. Буттарында эч кандай дефект жокпу? Жок. Атты ушундай бастырып көргөзүңчү. Басыктарын көрсөтөлү. Азыркы күндө даяр. Кимдегим алам дей турган болсоңор, муну 17-синде базар коргондо чоң улак бар. 5 машина сайлап турганда. Дагы акчалай сыйлыктары да өтө көп. Ошол улак алып барып сынап көрүп алсаңар болот. Не дегенде ушул Кыргызстандагы чоң улактардын бири ошолор. Байкал.
айландыра берем. Бул жагына. Бирде экен. Салмактуу ат экен. Негизи. Арт жагынан сорларын да көрсөтөйүн. Бул туугандар бир кол каралган дыйкандын аты. Арт жактары да бүт бары таза экен. Баасы канчага коюлат? $12,000 ками бар. Мурундагы $12,000 коюлган, а? Ошондо сода болгонбу? Сурагандар болгонбу? Сода болгон. Берген эмессиз. Себептер менен сатылбай калган да. Мына. Туугандар. Эми мындай нерсени негизи чынчына келгенде саткын келбейт, айла жок. Жанагы ар кандай маселелер болот, ошолорду бүтүрүүгө туура келет. Жакшы сатып алыңыз. Буюрса атыңызда барган жеринен бакыт тауып, ошо кандай ниетти алган болсо, ошо ниеттерине жеткире турган аттардан болсун, а? Иншалла. Бул ат ушул өрөөндүн күчтүү аттарынын бири туугандар. Мына. Жанагы айтылган сөз, атылган ок дейт го жигиттер. Улагына жооп берем деп атат. Эми акебиз алдабайт. Эми үстүндөгү Жантөре үстүндөгү палван жараса жарайт да. Үстүндөгү палван жараса жарайт. Ат өзүнүн ишин кылып ортодо туруп берет, Кудай кааласа. Салган жерине жетип берет, а? Жетет. Мына. Эми мына ажакамын Эрмек ажанын аканын балдары чабып атат. Ортодо туруп атат. Эми үстүндөгү палван жараса жарайт. Атка Кудай буйруса ишенебиз, а? Мына. Маалымат эми ушунчалык эле болсо керек, туугандар. $12,000. Чабып көрүп акчасын санайсыңар. Ассаламу алейкум, рахматуллаху ва баракатух.